Сәлем достар, бүгін сурет шығаратын боламыз принтерден. Бәрін айтатын боламын, бәрін түсіндіретін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Мінекей мен бір суретті уже шығарып алдым. Сіздерге көрсету үшін качествосы күшті болып шыққан. Качествосы күшті болып шығу үшін ең бірінші не маңызды? Сіздің түсіріп жатқан источник деп айтады, исходник деп айтады. Телефоныңыздың качествосы, суретке түсіретін камераңыздың качествосы күшті болу керек. Мен 11 Pro'ға түсіремін. Качествосы керемет болып шығады. Егер старый Samsung, старый телефондар болса, әрине качествосы размытый, пикселі нашар болып, аз болып шығады. Соған да мән беріңіздер. Сосын пайдаланатын қағаз, осындай қағаз алдым. Односторонний суперглянцевый дейді. 230 грамм алдым. Осындай менікі суперглянцевая 230 грамм, 10-15 размері, онда 15. Енді қараңыздар, осы қағазды алып, осы жерге қоямыз. Осы жылжиды, именно ортасына емес, осы шетіне қоясыздар ғой. Алған кезде кішкене көп теуіп алыңыздар. Парақты, потому что ілінбей қалады. Аз алсаңыздар. Принтерға қарай кірмей қалады да, ілінбей қалады. Өйстіп қойып қоямыз, дайындап. Енді біздің өзіміздің жаңағы Epson принтқа кіреміз. Жаңағы телефонда скачать етіп алған суреттерімізді аламыз да, басамыз, қайсыны шығарамыз. Мынаны шығарам, мынаны. И бәрін осылай таңдап аламыз. Далее дейміз одан кейін. Неке загрузка жасалынды, енді настройкаға кіреміз да, обязательно размер бумагиға кіреміз. Размер бумаги бізден тойбаста шығарғаннан кейін А4 тұрады ғой бізде. Соны аламыз да 10-15 деп таңдаймыз обязательно. Копия басқа ештемесін таңдамайсыздар. Качество печати бәрі. Высокий таңдасаңыз болады, менде стандартный тұр. Цветной печать бәрі жазылып тұр. Тип носителя Epson Premium Glossy деп тұр менде. Готово дейміз да, все печать дейміз. Мен принтерім туралы айта кетейін. Мен принтерім Epson L805. Бұл менің екінші принтерім. Бірінші принтерім L3150 тұғын. Одан мен бір ай қағаз шығармап едім. Печатающий головкасында краска қатып қалып, іске жарамай қалды. Былайынша айтқанда печатающий головканы ауыстыру керек деді. Ауыстырайық десек, ол 40-50 мың теңге тұрады екен. Сол кезде одан қайта новыйын алайын деп, осындай новыйын алдым. Қысар айтпақша, принтерге еще қатысты нәрсе айтайын дегенмін. Обязательно аптасына бір рет қағаз шығарып тұрыңыздар. Любой қағаз шығара беріңіздер. Әйтеуір шығарса болды да. Потому что бір аптадан көп, 2 апта, бір ай қағаз шығармай қалса, печатающий головка бар ғой, суда краска қатып қалады екен. Сосын оның печатающий головканы ауыстыру өте қымбат тұрады. Принтердің жарты бағасы ғой, например, мен 140 мың алдым ба, жарты бағасы қанша? 80 мың да, 70 мың сондай тұрады, 70 мың теңге болады екен. Сондықтан обязательно аптасына бір рет қағаз шығарып тұрыңыздар. Мен как раз бір апта болды шығармағаныма, сол бүгін сурет шығарайын деп, сурет шығарып жатырмын. Жолдасым телефонға жалғап берді. Бізде үйде интернет жоқ, Wi-Fi жоқ үйде. Мобильный данныймен отырамыз телефонда. Ал бұны телефонға кәдімгі Wi-Fi роутер бар ғой, соны алды да, Wi-Fi роутерді алып келді. И қосып берді таким-то образом. Интернет жоқ, просто Wi-Fi роутер, как не болып тұр ғой, связующее звено. Принтермен телефонды жалғап тұратын Wi-Fi роутер. Неке қараңыздар, біздің суреттеріміз осылай әдемі болып шығып жатыр. Естелікке әдемі болып шығарып алайын деп жатырмын, альбом арнап. Сіздер де осылай менің видеомды қарап, суреттеріңізді шығарып алыңыздар. Қош сау болыңыздар.